Саламатсыздар ма оқушылар? Ал енді бүгін біз сіздермен импульске байланысты жеткілікті жоғары және ұбт-ның есептерін шығаруды бастаймыз. Сонымен бірінші есебіміз. Материал нүктенің қозғалысы x тең 5 минус 8 плюс 4 квадрат теңдеуімен сипатталады. Нүктенің массасы 2 килограммға тең деп алып, қозғалыстың алғашқы 2 және 4 секундтан кейінгі импульсын тап дейді. Берілген жазып көрейік. Яғни берілгені бізде материал нүктенің қозғалыс теңдеуі беріліпті, яғни x тең 5 минус 8 плюс 4 квадрат. Массамыз 2 килограмм. Тау керекпіз бізге Т1, яғни 2 секунд, Т2 4 секунд болған кезіндегі импульстерді. Демек П1 және П2 белгісіз деп жазамыз. Ал енді халықаралық бірліктер жүйесі бұл жерде еш нәрсе айналдырмаймыз. Сондықтан да шешуін жазайын. Дене импульсінің формуласын еске түсірейік. Яғни оның формуласы П тең М көбейтілген В. Бірақ бізде В дегеніміз қай жерде деген сұрақ болуы мүмкін. Ол үшін біз мына қозғалыс теңдеуіне назар аударамыз. X-тің. Естеріңізде болса, X тең X нолевой қосылған V нолевой Т плюс А көбейтілген Т квадрат бөлінген 2 деген формуланы қарастырған еді. Енді екеуін салыстырып көрейік. Сонда X нолевойымыз бізде 5-ке тең болып тұр. 5 метр. Бастапқы жылдамдығымыз минус 8 метр секундқа. Ал үдеуіміз А бөлінген 2-міз, яғни 4-ке тең болса, 4 метр секунд квадратқа. Демек, үдеуіміз біздің жағдайда 8 метр секунд квадратқа тең болғаны. Ал енді бұл жерде біздің жылдамдығымыз өзгеріп тұр. Олай болса, формуласын еске түсіреміз, яғни В тең В нолевой қосылған А көбейтілген Т деген формуланы жазамыз. Осы жерден біз 2 секунд және 4 секундты қою арқылы 2 жылдамдықты табамыз. Бірінші жағдайда 2 секундты қойған кезінде, яғни минус 8 метр секунд плюс 8 метр секунд квадрат көбейту 2 секунд. Секунд квадрат біреу кетеді. Бірінші көбейтуді орындаймыз. Бізде 16 минус 8, сонда бізде 8 метр секундымыз шығады. Келесі, В 4 секундтағысын табатын болсақ, ол тең болады. Минус 8 метр секунд плюс 8 метр секунд квадрат көбейтеміз 4 секундқа. Тағы да қысқартамыз. 8-ді 4-ке көбейткен жағдайда бізде 32. 32-ден алып тастаймыз 8-ді. Ол тең болады 24 метр секунд. Енді біз оп-оңай П1 және П2-ні табамыз. Формула қоятын болса, бірінші жағдайда ол тең болады 2 килограмм көбейтілген 8 метр секунд. Сонда тең болады 16 килограмм көбейтілген метр секунд. Екіншісі П2-ні табайық. Сонда П2-міз бізде 2 килограмм көбейтілген 24 метр бөлінген секунд тең болады 48 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Міне осылайша тапты. Бұл есепті егерде 11-ші сынып ретінде қарайтын болсаңыздар, онда сіздер математикаларыңыз өте мықты болса, оп-оңай шығаруларыңызға болады. Естеріңізде болса, жылдамдық дегеніміз X-тан бір рет туында алғанға тең шама. Олай болса, яғни санның туындысы бізде 0-ге тең болады. 0-ге тең болады. Т-ның туындысы 1-ге тең болады. Сонда минус 8 плюс Т квадраттың туындысы 2Т-ға тең. 2-ні 4-ке көбейтетін болсақ, 8Т деген теңдеуді бірденен жазсақ болады. Бұл ең оңай жолы. Осылайша шығарсаңыздар да болады.
Енді келесі есебіміз. Массасы 160 грамм хоккей шайбасының импульсы 600 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 8 грамм оқтың импульсіне тең болу үшін шайба қандай жылдамдықпен ұшуы тиіс дейді. Демекте екі импульс өзара тең болу қажет екен. Бірінші хоккей шайбасымен және оқтың импульсы. Олай болса, хоккей шайбасыныкін М1 көбейту В1 деп алайық, оның жылдамдығын сәйкесінше тең болады. Оқтың массасы М2, оның жылдамдығы В2 болсын. Бізге шайбаның жылдамдығын тауып алу керек. Демек, В1 белгісіз. Осыдан В1-ді табатын болсақ, М1 келесі бетке бөліп өтеді. М2 көбейту В2 бөлінген М1. Қарап отырсаңыздар, есеп шығару барысында мен төбеде векторды жазбай өтіп жатырмын. Себебі есеп шығару барысында жазбасаңыздар болады. Бірақ сіздер векторлық және скаляр шамаларды міндетті түрде жатқа білулеріңіз қажет. Олай болса, граммды айналдырсақ та болады, бірақ екеуі де грамм болғандықтан да қысқарып кетеді. Граммды килограммға айналдыру үшін оның -3 дәрежесіне көбейту керек екендігін ұмытпаймыз. Жазып қоя салайын. 8 көбейтілген оның -3 дәрежесі килограмм көбейтілген 600 метр секунд және бөлінген 160 оның -3 дәрежесі килограмм. Килограмм мен килограмм қысқарады, оның -3 дәрежесі мен оның -3 дәрежесі қысқарады. 8-ді 600-ге көбейтетін болсақ, ол тең болады бізде 4800. Бөлеміз 160-ға, сонда тең болады бізде 30 метр секунд. Қарап отырсаңыздар, тек қана бір өлшем біліп қана қалды. 30 метр секунд. Демек, екеуінің импульсы бір-біріне тең болу үшін шайба 30 метр секунд жылдамдықпен қозғалуы тиіс екен. Келесі есебіміз 500 метр секунд жылдамдықпен ұшқан массасы 5 көбейтілген оның -26 дәрежесі килограмм молекула перпендикуляр қабырғаға 30 градус бұрыш жасай соқтығысады. Қабырғамен соқтығысу кезінде молекуланың алған импульс күшін тап дейді. Демекте біз күшті табуымыз қажет екен. Берілген жазып көрейік. Яғни берілгені жылдамдығымыз бізде 500 метр секунд екен. Массамыз, молекуланың массасы 5 көбейтілген оның -26 дәрежесі килограмм. Альфа бұрыш бізде 30 градус. Яғни импульс күшін тап дейтін болса, демекте F көбейтілген дельта Т белгісіз деп жазсаңыздар болады екен. Немесе дельта П, себебі күш импульсы дене импульсының өзгерісіне теңеді. Шешуі. Яғни F көбейтілген дельта Т ол бізде дене импульсының өзгерісіне теңеді. Ал дене импульсының өзгерісі абсолют серпімді соқтығыс кезінде формуласы теңеді 2 көбейтілген М көбейтілген В көбейтілген бұрыш болғанда косинус альфа. Енді орнына апарып қояйық. Сонда дельта П тең 2 көбейтілген массамыз 5 көбейтілген оның -26 дәрежесі килограмм көбейтілген 500 метр секунд және косинус 30 градус дейді. Косинус 30 градуста естеріңізде болса, бізде түбірасты 3 бөлінген 2 еді. Ал түбірасты 3-тен ол 1,73 шығады. 1,73-ті 2-ке бөлетін болса, шамамен ол 0,866 немесе 0,87 деп алсаңыздар болады жуықтап. Енді мен 0,87 деп алайын. Так, енді орнына қойып табамыз. 2-ні 5-ке көбейтсек 10. Так, 10-ды 500-ге көбейтетін болсақ бізде 5000 болады. Сонда бір осы жерден жазып алайық. Яғни 5000 дегеніміз оның 3 дәрежесі. Оның 3 дәрежесі мен -26 қысқарады. Оның -23 дәрежесі қалады. Килограмм көбейтілген метр секунд. Көбейтеміз тағы да бізде 0,87-ге екен. 5-ті көбейтеміз 0,87-ге. Сонда тең болады бізде 4,135. Яғни төменгі бөлікте жазайын. 4,135. Оның -23 дәрежесі килограмм көбейтілген метр секунд шықты. Яғни бұл қабырғамен соқтығысу кезінде молекуланың
алған импульс күші. Немесе 4,35, оның мен 23 дәрежесі ньютон көбейтілген секунд деп те жазсаңыздар болады. Себебі тең болып тұр. Сондықтан да 4,35, оның минус 23 дәрежесі ньютон көбейтілген секунд дегенімізде дұрыс болып есептелінеді. Келесі есебіміз. Автомат 1 минутта 300 рет оқ атады дейді. Берілгені, яғни уақытымыз бізде 1 минут. 300 оқ дегенді мен үлкен n деп алайын. Яғни 300 рет. Келесі, егер бір оқтың массасы, бір оқ болғандықтан да m0 деп аламыз, 10 грамм, ал жылдамдығы 300 метр секундқа тең болса, мергеннің иығына автомат қандай орташа күшпен әсер етеді? Орташа дегеніміз, яғни F-ті табуымыз керек болып тұр бұл жерде. Так, формуласына тоқталайық. Ең алдымен халықаралық бөліктер жүйесінде минутты секундқа айналдырсақ, ол 60 секунд. 10 грамм дегеніміз, ол 0,1 килограмм. Енді біз формуласын жазайық. Яғни біз күш импульсы дене импульсының өзгерісіне тең дедік. Демекте дельта Т болып тұр мынауымыз бізде. Тең m көбейтілген v минус m көбейтілген v нөлевой. Есепті дұрыстап оқысаңыздар, бұл жерде қараңыздар, басында ол атпай тұрғанда оның бастапқы импульсы қаншаға тең болады екен? 0-ге тең болады. Яғни бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең болғандықтан кейін оқ ата бастайды. Олай болса f көбейтілген дельта Т тең болады m көбейтілген v деп аламыз. Мына бөлігіміз бізде бастапқы кезінде 0-ге тең. Енді осы жерден f-ті табатын болсақ, ол m көбейтілген v бөлінген дельта Т-ға тең болады. Орнына апарып қоямыз. Демекте, бұл жерде жалпы масса бізде өйткені 1 минутта 300 рет оқ атылады. Сондықтан да формуланы тағы түрлендіреміз. m0 көбейтілген n, 300 оқтың массасын алуымыз қажет. Жылдамдық бөлінген дельта Т. Орнына апарып қояйық. 0,1 килограмм көбейту 300 көбейту бізде жылдамдығымыз 300 екен метр бөлінген секунд, және дельта Т дегеніміз бізде 60 секунд. Яғни қарап отырсаңыздар, бізде 60 пен 300 қысқаратын болса бізде 5 шығады. 5-ті 0,1-ге көбейтетін болсақ, ол 0,5 болады. Так, калькулятор қолданбай шығаруға тырысайық. Яғни 0,5-ті 300-ге көбейтетін болсақ, яғни 5 оның минус 2 дәрежесі деп алайын. Килограмм көбейтілген 300, ал секунд төмен қарай түсетін болсақ, метр секунд квадрат. Ал килограмм көбейтілген метр секунд квадрат бізге ньютонды береді. Енді 300 оның плюс 2 дәрежесі болғандықтан, мына 100-дік деп есептейтін болсақ, онда бізде 15 ньютон шығады. Демекте, мергеннің иығына автомат шамамен 15 ньютон орташа күшпен әсер етеді екен. Келесі есебіміз, тік жоғарыдан еркін құлаған массасы 200 грамм шар еденге 5 метр секунд жылдамдықпен соқтығысып, қайтадан 46 сантиметр биіктікке көтеріледі дейді. Шардың соқтығысу кезіндегі импульсінің өзгерісі дейді. Сонда берілген жазатын болсақ, берілгені, яғни бізде массасы 200 грамм шар берілген, яғни ол еденге соқтығысқанда в нөлевойымыз бізде 5 метр секунд. Мынаны сәл дұрыстап жазып жіберейін. Яғни 5 метр секунд. 46 сантиметрге қайтадан көтеріледі. Демек ол H бізде 46 сантиметр болады. Енді импульстың өзгерісін тап дейді. Дельта П-ны тауып аламыз. Халықаралық бөліктер жүйесінде 200 грамм дегеніміз ол 0,2 килограмм. Және 46 сантиметр ол 0,146 метр болады. Шешуі. Енді шығармас бұрын ең алдымен суретін салғанымыз дұрыс деп ойлаймын.
яғни шар төмен қарай түсіп келе жатады, сөйтіп еденге соқтығысады, яғни мына еденге, сөйтеді да қайтадан 46 сантиметр биіктікке не істейді, көтеріледі дейді. Так, енді бұл жерде дельта P-ның формуласын жазатын болса, ол m көбейтілген v минус m көбейтілген v нолевой. Бұл жерде міндетті түрде жылдамдықтың бағытын ескереміз. Енді v-ны табу үшін кейінгі жылдамдықты h тең, яғни v квадрат бөлінген 2g деген формуланы қолданамыз. Осыдан v тең болады түбірасында 2g көбейтілген h. Енді орнына апарып қояйық. Сонда 2 көбейтілген 10 метр секунд квадрат көбейтеміз 0,146 метр. Так, яғни бұл жерде 20 көбейту 0,146 9,2 шығады. Түбірасынан ол тең болады шамамен бізде 3,33 дейді, яғни 3 метр секунд деп алайық. Енді формулаға саламыз. Яғни дельта P тең. Қарап отырсаңыздар, бағытын ескереміз дедім. Сонда m көбейтілген v бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Минус mv0. Орнына апарып қояйық. Яғни дельта P тең 0,2 килограмм. Жақшаны сыртына шығарып жіберем. Жақшан ішінде сонда яғни 3 метр секунд минус пен минус плюс болып кетеді 5 метр секунд. Яғни 8 болады. Сонда дельта P 8-ді 0,2 көбейтетін болсақ, ол бізде 1,6 килограмм көбейтілген метр секунд шығады. Міне жауабымыз осы болып шығады екен. 1,6 килограмм метр секунд. Келесі есеп. Массасы 1 килограмм материал нүкте шеңбер бойымен 10 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпта қозғалып барады. Периодтың 4/1-дегі, периодтың жартысындағы және бүтін периодтағы импульстың өзгерісін тап дейді. Енді біз ең алдымен суретін салайық. Яғни шеңбер бойымен сызып көрейік. Осы жерде бірнеше нүктені белгілеп қарастырайық. Мына нүктеміз А болсын, осы нүктеден бастап деп есептейміз. Периодтың жартысы дегеніміз мына нүктені біз Б дейік. Және бүтін периодтағы деп отырса, ол қайтадан сол А нүктесіне келді деген сөз, егер де бұлай айналып келетін болса. Енді периодтың 4/1 бөлігі деген бар екен. Оны біз мына бөлікті алайық, бұл жерде. Онда мына бөлікті Б, ал төменгісін біз С деп белгілейік. Енді қарап отырсаңыздар, егер де сағат тілі бағытымен қозғалатын болса, онда бізде жылдамдықтың бағыты қайда бағытталады екен? Оңға. Б нүктесінде бізде төменге, ал С нүктесінде солға. Қайтадан периодтың бүтін периодта ол қайтадан бұлай қарай бағытталады. Ал енді кеттік. Бірінші жағдайды қарастырайық. Периодтың 4/1 бөлігі дейді. Уақытымыз демек Т1 периодтың 4/1 бөлігі. Қарап отырсаңыздар, жылдамдық екеуі бір-біріне қандай болып тұр? Тік бұрыш жасап тұр. Олай болса, бұл жерде импульстың өзгерісін тапқан кезінде дельта P сонда тең болады екен. Түбірасында P1 квадрат қосылған P2 квадрат екен. Өйткені 90 градус болған кезінде біз Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Енді формула қалай жазылады? Яғни m көбейтілген v-ның квадраты дәл солай m көбейтілген v-ның квадраты болады түбірасында. Так, сонда тең болады. m көбейтілген v жақшаның сыртына шығып кетеді. 2 екені m көбейтілген v-ның квадраты болып тұр, яғни мына квадрат пен квадрат түбір қысқарады, сонда не қалады бізде? m көбейтілген v жақшаның сыртына түбірасына шығып кететін болса, түбірасы 2. Енді орнына апарып қояйық. Сонда дельта P тең түбірасты 2 көбейту 1 көбейту 10, ол бізде 10 болады. Сонда 2 түбірасы 2 көбейтілген 10 килограмм көбейтілген метр секунд болады. Екіншісі,
T2 тең периодтың жартысы дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде жылдамдықтар бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Дельта P-ның формуласы бұл жерде m көбейтілген v минус m көбейтілген v нолевой формуласын қолданамыз. Бірақ жылдамдықтар бір-біріне қарама-қарсы бағытталғандықтан mv минус mv. Сонда тең болады екен 2mv. Орнына апарып қоятын болсақ, 2 көбейтілген 1 көбейту 10 тең болады 20 килограмм көбейтілген метр секундқа тең болады. Және соңғысы периодтың өзіне тең болған кезінде, яғни толық бір период бір рет айналып келеді. Бұл кезде импульстың өзгерісінің формуласы mv минус mv0 болғандықтан, қарап отырсаңыздар, бағыттас болып тұр жылдамдықтарымыз, сондықтан да жылдамдықтың мәндері бірде болғандықтан да mv минус mv деп жазамыз. Демек, бұл жерде 0-ге тең болады. Сонымен, периодтың 4-тен 1 бөлігінде түбірасты 2 көбейтілген 10 килограмм метр секунд. Егер де түбірасты 2-ні ашатын болса, ол 1,141-ге тең болады. Сонда жуықта болғанда 14,1 килограмм метр секундқа тең болады. Периодтың жартысы 20 килограмм метр секунд, және бүтін периодта импульсың өзгерісі 0-ге тең болады. Бұл есептер көбінде ОБТ-да кездеседі. Олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды, есептер шығаруымыз. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.